Қайырлы күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев. Бұл Сала таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін сіздерге біз керемет кәсіппен таныстырамыз. Ауылды ашсаңыз, айына кем дегенде, болмаса жоқ дегенде 600 мыңға дейін пайда табатын. Егер қалада ашсаңыз, сол 600 мыңды бір күнде табатын кәсіппен таныстырамыз. Тура осы кәсіпті біздің Алматы қаласында сезоны басталғанда айына 25 миллионға дейін пайда тауып отқан адамдар бар. Бұл енді біздің қазақ тілінде айтқанда құйылмалы, болмаса сығылмалы балмұздақ, қазақша айтқанда мороженое десеңіздер болады. Біз енді осы мороженое кәсібін түсіру үшін арнайы Түркістан қаласына келіп отырмыз. Түркістанның сыртындағы ауылға келіп отырып десек болады. Ал енді қазір мына тамағымның ауырып тұрғанына көңіл бөлмеңіздер, өйткені дауысым құрыды, мына кішкене связкадан проблема болып тұр. Караокеға барып біраз өлең айтып қойғаннан ба, әлде сондай бір жағдайларға байланысты. Егер видео қызық болса, соңына дейін көріңіздер. Бұл кәсіпті бастаған көп ақша керек емес. Орташасы 700-1 миллион теңгенің арасында бастайсыздар. Күніне жоқ дегенде 50-60 мың теңге, ең аз дегенде 20-30 мың теңге пайда табасыздар. Бұл кәсіптің және де басқа балмұздақтардан айырмашылығы, бұл таза табиғи өнімдерден жасалады. Яғни химиялық сүт емес, су қосылмайды бұл жерге. Таза біздің малдан шыққан сүт қосылады. Ол сүтті қайнат емес, ол сүтті бізде шикі қосады. Енді бұл кәсіпті біздің кейіпкеріміз Ғани деген бауырымыз ютубқа жазғанда мекен түсіріңдер деп жазды, сол себепті келіп отырмыз. Рецептің өзі, қазір балмұздақты ашам десеңіз, бұның рецептінің өзі өте қиямет қайым. Бұдан да кірпіштің рецептін табу оңай, чем балмұздақтікінен гөрі. Сондықтан бүгін видеоның соңына дейін көріңіздер. Ауылда тұрсаңыз, қалада тұрсаңыз, болмаса бір торговый домнан ашсаңыз болады, парктен ашсаңыз болады, мектептің жанынан ашсаңыздар болады. Өзіңіз қалаған кейбір дүкендердің жанынан ашуға болады, ресторандардың жанынан ашуға болады. Үлкен квадрат керек емес. Бір тал 2 квадрат жетеді, 3 квадрат жетеді, болмаса кішігірім мынандай контейнерден бастасаңыз болады. Пайдасы мол, сезоны келатқан, сұранысы жоғары кәсіптердің бірі. Салған ақшаңыз жоқ дегенде 2 апта, 1 айдың ішінде толыққанды ақталады. Видео соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің кейіпкерімізбен таныссақ. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Есімім Ғани. Жасыңыз? Жасым 26-та. Кәсіпте қашаннан бері жүрсіз? Бұл кәсіпте 2 жыл болды. 2 жыл болды. Ғани бауырымыздың бір артықшылығы, осы кәсіпті бастағаннан бастап журнал жүргізген, күндік табысты қанша табыс ашқаннан бастап түсіріп көрсетіп отқаннан бәрі кадрға қосатын боламыз. Енді жаңа мен айтқан статистика менің аузымнан шыққан сөз емес, Ғани бауырымыздың аузынан шыққан сөз. Ал енді балмұздақ бойынша біз бұрыннан қызыққанбыз, бұрыннан іздестіргенбіз. Мен және де баллеттің жанына қою үшін Ділдәбекті де ертіп келдім бүгін. Осы рецепті үйреніп алуға. Яғни бұйыртса бізде алғашқы үйренетін адамдардың бірімізді Талғардан бізде ашамыз. Ары қарай сұхбатымызды Ғани іште жалғастырсақ, біз енді шыны керек қай жердеміз? Түркістан қаласы, Жолдың асты районы, 31-дің конечный деп айтылады. Бұл кішігірім бір ауыл десек болады? Иә. Үлкен емес, енді кішігірім жан-жақтарыңызға қарасаңыздар да болады. Кәдімгі таза ауыл. Осы жерден осындай балмұздақ сатып жатыр. Бұл жерде қанша конкурентіңіз бар? Бұл жерде бас жақта жоғары 1 километрде біреуі бар. Сосын мына жерде біреуі бардың, ол кісі жабылып қалды. Жалпы үшеуі бар. Иә. Сұхбатымызды онда іште жалғастырамыз. Енді бала кезден бәрімізге бір таныс, қуаныш әкелетін аппараттардың түрі осындай, өздеріңіз де білесіздер. Осыны көрсек бір ата-анамызға жалынамыз, ата-анамыздан сұраймыз. Мороженое алып бердік. Бұның дәмі ерекше мороженелардың бірі. Бұл бізде құйылмалы, болмаса сықылмалы деп 2 түрде аталады. Енді бүгін сіздерге түркистанский рецепт дейді ғой, түркістандық рецепт морожененің дәмін көрдік. Шоколадпен болса да, балаларға арналған болса да, және де бірнеше түрлі коктейльдер бар, оның бәрін дәмін көрдік. Дәмдері керемет. Енді дәмінен бұрын пайдасына қарай келетін болсақ. Пайдасы, мысалы, бір құйма мороженое. Мына көрсек, мына морожененің құр несі, ішіне құйылатыны 200 грамм құйылады. 1 литрдан 5 мороженое шығады. Болған 78 теңге кетеді. Мынау сыртындағы ыдысы 20 теңге тұрады. Сондағысы бір құны 98 теңге түседі. 20 теңге шығыны? Иә. 55 теңге? Жоқ, рецепттің шығыны 78 теңге. Сыртындағы сынаған 20 теңге кетеді. Вообще 98 теңге. 98 теңге бұл өзіндік құны? Иә, өзіндік құны. Сатылатын баға? Сатылатын баға мен ауыл жерде болған 250 теңге. Менде аренда жоқ, свет төлемеймін, сондықтан 250 теңге сатамын. Негізі бұлар қаншадан сатады? 300-ден сатады. Қала бойынша толық келісіп алған. Бұндай ортамыз бар. Қала бойынша 300 теңге тұрады. 300 теңге, тек қана 300 теңге сатады. Күніне орташа 30 мың, 25 мың пайда табу үшін қанша мороженое сату керек? Күніне мен қазір мысалы есептедім 120 мороженое сатылу керек. Енді сіздің рецептіңіз бойынша жаңағы кішкене әңгіме қозғап кетейік. Құрметті көрермендер, дәмін көрдік. Мен сіздерге шынымды айтайын. Біздің Талғарда дейін, болмаса мына біз өзіміз барып жүрген Мегада дейін, Гранд Паркта дейін бұндай жақсы дәмдегі рецепттегі мороженое жоқ. Мен өзім мороженое жақсы жеймін, көрдік, жедік те жеп жүрік сол жақтарда. Жамовен, Биг, тағы да басқа жақсы брендтердікін. Бірақ дәмі бұндай керемет емес. Рецепті қайдан алдыңыз? Рецепті бір ұстаз болып үйреткен. Сол кісіден алдым. Мороженое саласында жүрген адам. Иә, оның
Ол кісі 30 жыл болып жүрген. Мороженыйда жүрген. Ол кісі 14 түрлі рецепт біледі. Соның 500 мың рецептін алды. Ең қымбат рецепті қанша? 1,5 миллион доллар. 1,5 миллион доллар. Бірақ оны сатып аламайсың. Өйткені оны сатып болған. Түркістан бойынша бір-ақ қысада дейді. Ол бағада. И ол рецепті дәмін көрдің ба 1,5 миллиондықны? Иә. Қалай? Осы жобалас, ұқсас бермеңізге. Секінің артықшылығы қандай? Менің артықшылығы шығыны аз, кәдімгідей аз, пайдасы көп. Рецепт неден тұрады? Құрамы? Рецепт таза сүттен тұрады. Одан кейін шекер. Бізде жаңағы айналайын анау адалық емес. Жоқ, кәдімгі сиырдікі. Майлы кәдімгі сондай. Одан кейін оны жаңағы сататындарында сүтетін заттар бар. Сол заттардан тұрады ғой. Негізі. Бірақ құрамында су қосылған. Су қосылса рецепт бұзылып кетеді. Су қосатындар бар ма? Бар, су қосатындар. Жаңағы красканың көбісі сол су қосатын, сосын сүт қосатындар бар. Сүт қосып и готовый смесь бар. Соны қосып істейтіндер. Олар менікінен қарағанда расходы 2 есе көп. Менікі олардықпен салсаңда 2 есе аз. Өйткені біз сатып алатын, сататын жерде білеміз да. Олардың расходтарымен есептейміз бізде. Ал енді судан арзан бола ма? Судан? Жоқ, судан да арзан болмайды. Готовый рецептің любойынан арзан түседі менің рецептім. Кепілдік бересіз? Гарантия. Любой кезін есептеп бере аламын. Мороженыйға қашан кірдіңіз? Қандай? Балмұздақ саласына қашан кірдіңіз? Сол 2 жыл болды кіргеніме. Неге балмұздақ таңдадыңыз? Мен басында жаңағыдегі бізге рецепт сатпай тұрып, мен өзім жақсы көрдім бұны. Одан кейін жаңа сатып жатқандармен сөйлессек, оборот осындай дейді. Сосын мен қаладан точкаларды көрдім. Олар 1 миллион сұрады точкасына. Бізде жаңа караван-сарайларда. Сөйтіп ауыл жерін ашып көрейінші деп өзімнің ауылымнан аштым. Аппаратты 360 мың алдым Алматыдан. 8 мың теңге доставкасын төледім. Сөйтіп бутканы алдым, сөйтіп бастадым. 360 мың бу алдыңыз ғой бұл? Иә, бұл бір сезон пайдаланған аппарат. Бір алғашқы айыңызда қанша таптыңыз? 220. Бұл бірінші айда мен 1 миллион 18 мың теңгемен жаптым. Таза пайда? Таза пайда 600 мың. Бұл жерде сатушы қыз бар тағы әлі. Содан бөлек 600 мың да. Алғашқы айдың өзінде солай. Иә, бірінші. Жаңа біз айтып отырмыз, ауылдық жер, құрметті достар. Енді көңілі қонымды бағады. Негізі будка алмайық, мына аппаратты ғана сүйреп апарып, кез келген жерде көшенің бойында, ресторандардың алдында жақсы бір точкаларда тұрып сатуға да болады ғой. Болады. Көп ондай. Парктерге барсаңыз да болады, білмеймін. Адам базарда жүр, базарын табысы қалай? Базарда да бар дейміз ғой таныстар. Базарда, иә. Олардікі мен танитын таныстарда 1,5-2 миллион шығып жатыр. Базардың өзінде. Базардың өзі. Жалпы оларда бірақ қандай қымбат аппарат пайдаланады сразу. Оларда 1,4 миллион 200 аппарат пайдаланады. Мен танитындар уже 2 миллион 3 миллион одан көпке шығып жатқандар да бар. Точкаға байланысты. Одан кейін біздің Ғани бауырымыздың бір тағы да бір жаңа артықшылығы дейміз бе? Мороженыйдан бөлек бұл кісі біздің YouTube арқылы қанша кәсіп бастадыңыз? Вата бастадым, одан кейін жаңағыдегі стройкаға байланысты Шкурга краска деген Оксипроп компанияның солардікін бастадым. Ватадан қанша көтердіңдер? Ватадан 180 мың теңге көтеріп алдық, сөйтіп обратно саттық, өйткені косяк болды. Жаңағыдай бетін жабы өтілмеді. Оксипровтан мен істейтіндер ма? Жоқ, Оксипроптан біз 4 аптада 2 миллион 700 мыңмен жаптық. Енді құрылыста кішкене таныстығы бар, құрылыста хабары бар. Құрылыста жүрген адамдар болғаннан кейін жақсы кірген, жақсы пайда тапты. Хабарым жоқ, нөл, ешқандай хабарым жоқ. Таныстар бар болып тұр енді. Иә, бір таныстар сұрадық осындай объем бар ма деп, объем берді. Жаңағы домнан әр этажынан әртүрлі береді. Сөйтіп біз орта есеппен есептеп шығып пайдамыздың бәрін. Сөйтіп сол ровно 4 апта істегенбіз, 2 миллион 700 мың теңгемен жаптық. Менің інім болды негізі бастаған. Мен оған жаңа типа ақша беріп, істеп көр деген секілді болды. Сонымен ол тапты, мен де давай қосыламын деп мен де таптым. Қыста сезон жоқ қой. Қыста бұл жерге чикен ашып қойдым, оны ініме үйретіп қойдым. Арасында өзім келіп тұрамын, или сол сатып тұрады, өзім сияқтап алдым. Енді көріңіздер ғой, бір YouTube канал арқылы осынша кәсіптерді бастап жатыр екен. Біздің сіздердің араларыңызда бар шығар. Енді сіздердің араларыңызда бұйыртса бүгін балмұздақ ашамын деген адамдар шығады деп ойлаймын. Бұл кәсіпті жоқ дегенде қанша ақшаға бастауға ең аз дегенде? Ең аз дегенде аппарат мысалы нормальнйлері 350 мыңға алуға болады. Сізде рецепт қанша тұр? Мен 500 мыңға алғам рецепті. Қаншаға бересіз? Сатқым келіп жатқан бағасы енді 300 мыңға сатқым келіп жатыр. Енді алам деген адам келеді, дәмін көреді, одан кейін барып шешім қабылдайды ғой. Дәмі бәрі өзіне сай келіп тұр. Түркістан алыс емес енді кәсіп бастаймын деген адамға. Мына аппараттың буылары 350-400 тұрады, жаңасы 600-700 тұрады. Иә, 680. 680-700 төңірегінде тұрады. 300 мыңға рецепт аласыз, орташа 1 миллион. 1 миллион 200 мың арасында кәсіпті бастап кетуге болады. Окупаемость бір ай, негізі. Грубо есептесеңіз 2 ай десек болады. Егер точкаңыз жақсы болса 2 апта шығар онда. Иә. Точкаға байланысты ғой, негізі. Ал бұның бір жақсылығы, одан кейін точканы өзіңіз қалаған жерге ауыстыра аласыз. Бір жерге фундамент болып, бір жерде қазық болып қадалқамайды ешкіміз ба? Орнына ауыстырып жүре беруге болады. Алда жоспарда енді екінші точканы ашу жоспарда бар ма негізі? Бар. Екінші точка биыл Құдай қаласа.
Орталықтан ба? Жоқ, ол да қаланың шетінен. Қаланың шетінен? Орталық пайда жоқ ол. Арендасы қымбат. Оның барлығы сондай жағы бар да. Енді бұл саланы жаңағыдай рецепті біреудің сатып алмасын, өзің жасап шығу қаншалықты мүмкін? YouTube'дан үйрену. Сосын клиенттер нең маңызды клиенттер үшін? Дәм маңызды ма? Былай ғой, иә, вкус маңызды, ең маңыздысы бірінші вкус, екінші бұдан түсетін пайдасы маңызды. Бұл рецепт жаңа арзан болғаннан кейін солай қызығады. Есептесең, логично 100 теңге максимум кетеді. Шығыны 100 теңге, пайдасы 250, 300-ден тұрсаң 200 теңге пайда қалады біреуінің өзінен. Сол шығынмен, в общем, пайда ғой негізі. Яғни бұл саланың бір артықшылығы, бұл кісінікі себестоимость арзан. Иә. Пайдасы жақсы. Дәмі жақсы одан кейін. Дәмі яғни клиент байлайды. Иә. Тұрақты клиенттерің бар ма? Бар. Күнде келіп жейтін қазір. Күнде келіп жейтін, иә. 30-40 адам бар. Оразада қалай болды? Ораза болып отыр екен мысалы. Ораза мысалы мен қазір бүгін ашқаныма 4 күн болды. Бірінші күнгі сауда 33 мың, одан кейінгі 32 мың, кеше емес алдыңғы 34 мың, кешегі сауда 22 мың, 28 мың 900 теңге болды. Өйткені күн суық болды да бізде. Сол оразада білмеймін енді былай жүріп жатыр ғой. Оразаның өзінде. Оразадан кейін бұйыртса өседі ғой 100%. Бұл жерде енді қосымша табыс мороженое түсіндік. Мыналардың бәрін тапсырыс қалдырасыңдар да? Иә. Проблема жоқ шығар. Әр қалада өзі сатады, иә. Дилерлері бар, солардан сатып аламыз. Мысалы, мынаның құны 14 теңге, мынаның құны 20 теңге тұрады. Одан кейін мынау детский балаларға шашуға арналған, бұны бір тап қоямыз. Шоколад өздерінен беріледі. Сосын мына жерде біз барбадос деген пайдаланамыз. Коктейльге ең жақсысы осы ішіндегі. Банан коктейль біз дәмін көрдік, тоже керемет. Одан кейін бізде суық кофеден жасалғанын көрдік. Иә, одан кейін глессе мынау. Бұл не? Бұл кофеден істелген, кофеге мороженое қосып ерекше да. Бұл үлкендер көбінесе жастар дейді арасында. Кішкентай балалар енді қызықпай түсінбейді оны. Мысалы, мынаның өзіндік құны 103 теңгеге шығады. Мынаның өзіндік құны 201 теңгеге шығады. Мынаның сатылу бағасы 500 теңге, қалада 600 теңге сатады. Енді ауыл болғаннан кейін мынаның 250-ден сатамыз. Бұлар өтімі қалай? Ең жақсы, мысалы, 10 литр алады. 1 литрден үшеуі шығады. Сонда 30 литр кетеді. Спрос бар ма ауылда? Спрос маған коктейльге жақсы. Күнделікті бар ма? Иә, күнделікті бар. Өзінің клиенті бар. Иә, өзінің. Бұларға қандай аппарат керек? Мына бір аппарат әшейін. Бұның аты қалай? 25 коктейль әшейін араластыратын. Қанша теңге тұрады? 25 мың алғанмен. Қалған бәрі рецепт. Иә, рецепт бұл. Яғни грамм-граммен қосасың, айландырасың, араластырасың, сонымен дайын. Иә. Мен алдыңғы жыл алғам мұны. Биыл білмеймін қанша алғам, бірақ двойнойлар бар. Әркім әртүрлі. Жақсы өтетін жерлер тройной алады, двойной алады, одинарный. Мен одинарный алып қойғам. Маған жетеді ауыл. Енді ана мороженойдың аппараттың жұмысы бойынша жаңа айтып кеттің ғой. Бір шығарғанда қанша шығарып бере алады? Бұл 220 двухфазный. Простой аппарат. Мысалы, мынау двухфазный, яғни кез келген тоққа сала бересің. Иә, кез келген тоққа. Мынау 5-еу, мынау 5-еу шығарылады. Тоқтамай бір дегенде шығарылады, 10-ау шығарылады болды. Яғни 1 минутта. Иә. 1 минутта емес, бірден тоқтамай 10-ау шығарылады. 10 адамға қызмет ете алады. Ол мороженое шығарылады. Иә. Сосын 3 минут күтесіздер. 3 минуттан кейін қайтадан қатады ішіндегі. Ал анау жаңағыдай 3 фазалық 1.2 миллион аппараттар, олар 50 сұрасаң 50, 100 болса 100 шығарып бере алады. Олар үлкен центрлерға соғын қою керек сразу. Мынандай простой аппарат қоюға болмайды. Бұны сенімді алатын жерлер бар ма бұны? Алматыда бар. Сататын дилерлер бар, Қытайдан прямо. Егер енді рецептімді оқып үйренемін деген адам болса, полный сопровождение кіре ма? Иә. Аппаратты алу, тағы да басқа. Үйренетін болса онлайн үйрене ма, офлайн ба? Қалай ыңғайлы, разница жоқ. Мен ойымша келіп кеткен дұрыс шығар Түркістанға. Өйткені өзің келіп, өзің көріп, дәмін сезініп, керек болса салыстырып, Жоқ, любойына барып салыстырсын. Келу, мысалы Түркістанға кез келгеннен қаладан келу, бір 12 мың самолетпен келген желаниесі бар, 15 мыңмен келеді болды. Сөйтеді, дәмін көреді, кетеді, ұнамаса. Келіңіз, салыстырыңыз, көріңіз дәмін. Егер ұнап жатса, осы қалдырып кетесіз ақшаңызды, бірақ сіз оны қалдырып кетесіз міндетті түрде. Яғни Түркістанға келесіз, дәмін көресіз, айналып келіп мына жақтыкін көресіз. Яғни қайсы ұнады, одан кейін дәмін сатып аласыз. Коктейльдер бар, қосымша кіре ме бұлар? Иә, бұлар соның ішіне кірген болды. Иә, бұларды мен мысалы коктейльдің рецептін мен Оралдан алдыртқам. Оралдан коктейль аппарат сататындардан солар арқылы сұрадым да, сонымен Оралда бір орыс қызбен сөйлесіп рецептін. Бұл жерде грамм бар да, сондай грамм точно таппасаң дұрыс шықпайды дәмі. Соның грамм, бірақ білгеннен кейін вообще оп-оңай нәрсе екен ғой дейсің да. Бірақ соны білуге ақша салдым енді. Светтің ақшасы қанша болды айтсам маған? Светтің ақшасы 30 мың теңге шықты. Күніне почти 1000 теңгеден шықты. 1000 теңге. Иә. Ол андай ораза кезде емес, күнде қосылды. Мысалы менікі сағат 10-да ашылады азанда. Азанда 10-да ашылады, сөйтіп түнгі 12-ге дейін істейді. Стандарт қоғамызда демалуымыз керек деп. Құрметті достар, енді осы құйылмалы балмұздақ жайлы маған
ютубты ашқаннан бері жазады адамдар, түсіретін адам бар ма, аптека бойынша, тағы да басқа нелер бойынша. Әрине көп адам көрсете бермейді, әркімнің өз интересінде, әркім өз бір мақсатта ғана көрсетеді. Енді бүгінгі біздің кейіпкеріміз көрсетті, бөлісті және де рецептін қолжетімді бағада беруге дайын. Жаңада Жүсіпбай кепілдікпен айтып отыр, кел, көр, бірақ келген адам міндетті түрде алады. Тексер, салыстыр, ұнамаса қайтып кет. Өзің кәсіп бастап жатсың, арғы шығының аз. Бұл кәсіпті жоқ дегенде 700 теңгемен бастауға болады. Тура осындай аппараттар OLX-та топ тұр, бұл 350 мыңнан көп. Жаңасын алам десеңіз, әрине 680-700 теңге. Жаңасын алыңыз келсе. Бұл кәсіпте риск жоқ. Аппарат қалай алдыңыз, тура солай сатып бере аласыз. Сосын бұл аппарат алатын кезде ескертетін жай, 4 сезоннан артық пайдаланған аппаратқа жоламаған дұрыс. Сұрау керек. Жаңа сататын кезде адамдар айтады, мен 1 сезон пайдаландым, 2 сезон пайдаландым дейді. Сенің алдыңда қанша хозяин бар деп сұрау керек бірінші. Сол хозяин арқылы білуге болады. Бір хозяин мысалы 1 сезон істете алмаса, істете алса, істетеді. Соны біліп алу керек бірінші. Аха, түсінікті болды, рахмет оғанда. Сосын подтверждающий табысын дәлелдің бәрін біз қарадық. Полный бұл жерде архиві бар, блокноты бар, қағазы бар, оның бәрі телефонда тұр. Біз кадрға міндетті түрде қосамыз. Каспи реквизит бойынша полный оплатаны қосатын боламыз. Поступленияларын түскен пайдаларын аша саған айдың өзінде 1,28 дегіңіз да. Ауылдық жерде құрметті достар 600 мың теңге таза пайда. Егер сатушыңыз болмаса, онда 800 мыңға дейін пайда таба аласыз. Таза. Енді риск жоқ, пайдасы жоғары, сұраныс көп кәсіптердің бірі. Істейін бастайын деген адамдарға точка көп. Көшеде болсын, ресторанның алды болсын, торговый домдарда болсын. Енді өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Орындарға байланысты арендада қымбат. Ауылдық жерде, қалалық жерде разница бар, сондықтан пайдаңыздың жартысы аренда кетеді. Егер ауыл ауданнан бір кафенің жанынан, ресторан жанынан, базардың жанынан ашсаңыз, әрине арендаңыз төмен болады. Енді ол сіздің таңдауыңызға байланысты. Енді кәсіп бастайын деген адамда 1 миллион қалтасында ақшасы бар адамдарға біз кеңес береміз. Сезон келе жатыр біріншіден. Екіншіден бұның дәмі, OLX-та неге аппараттар көп сатылып жатқан. Өйткені жүргізе алмаған адамдар көп, сосын жабылған адамдар көп. Неге жүргізе алмауы мүмкін, бірақ себеп бар, Дәмі дұрыс. Дәмі дұрыс емес. Дәмі дұрыс емес болмаса, клиент жоқ. Ал енді клиент бір келген клиентке ұнаса, ол тарап кетеді. Сондықтан енді бұның бәріне кепілдік беріледі. Келіңіздер, үйреніңіздер. Видеоны лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Достарыңыз, туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Егер 1 миллионның арасында қандай кәсіп бастарыңызды білмей басыңыз қатып жүрсе, онда мына номерге хабарласып, өз қалаңыздан балмұздақ кәсібін ашыңыздар. Комментарий лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.